Джон Уик әлемінің жанкүйерлері осында ма? Балерина атты Джон Уик әлеміндегі алғашқы толықметражды спин-офф бәріміз көптен күткен премьера емес пе? Көріп үлгергендеріңіз бар ма? Ендеше асыға күткен балеринаға қысқаша шолу жасайық. Басты рөлде Ана де Армас, ал ең қуантары Киану Ривз де қайта оралды. Иә, сүйікті Джон Уикті тағы да көрдік. Фильмнің сюжетіне келетін болсақ, бас кейіпкер отбасындағы қайғылы оқиғаға кінәлілерден кек алу үшін континенталь қонақ үйіне келеді. Айтпақшы, бұл жай ғана қонақ үй емес. Мұнда киллерлер мен қылмыс әлемінің өкілдері демалып, келіссөз жүргізіп уақытша тығыла алады. Бірақ басты ереже, қонақ үй ішінде ешкімді өлтіруге немесе шабуыл жасауға болмайды. Бұл заңды бұзғандар қатаң жазаланады. 2023 жылы осы Джон Уик әлемінің алғашқы континенталь атты спин-офф сериалы жарық көрді. Сериалда біз Уинстон Скоттың жас кезін 1970 жылдардағы Нью-Йорк қылмыстық әлемін көреміз. Ол бұл қонақ үйге қалай иелік етті, қандай жаулармен күресті, тағы да басқа құпиялардың беті ашылады. Джон Уик ұнаса, міндетті түрде Freedom Mediaдан континенталь сериалын қазақша дыбыстаумен тамашалаңыз.